Адам түзелсе, дүние өзінен өзі түзеледі. Апта бойы қатты жұмыс істеп шаршаған әке аптаның соңында үйде жатып, жақсылап дем алармын деп армандағанда. Міне, сол арманына бүгін ғана жеткенді. Жексенбі таңертең асықпай тұрып, таңғы асқа үстел басына келсе, әйелінің жайнатып қойған керемет дастарханын көріп, тәнті болады. Шайын ішіп болған соң диванға отырып, сол күнгі газетті қолына алып еді. Баласы ұйқыдан тұрған беті жүгіріп келіп, мойнына асыла кетіп, киноға қашан барамыз? Сен маған киноға апарамын деп уәде беріп едің ғой, дейді. Сонда ғана баласына уәде бергені есіне түсіп, не айтам деп сасқалақтап отырғанда, алдында тұрған газеттің түгел бір бетін алып тұрған дүниежүзі картасын көреді. Ойына бірдеңе сап ете түсіп, сол карта тұрған бетті жыртып тастап, үстелдің үстіне қойып, егер де осы картаны түп-түзу қылып орнына қойып алып келсең, онда сөзсіз сені киноға апарамын дейді. Сонда әкесінің, бала емес пе, бәрібір оны түзулеп қоса алмайды. Қосқанның өзінде кешке дейін онымен. Содан 10 минуттай уақыт өтті ме, кім білсін, баласы жүгіріп келіп, әке, картаны дәл бұрынғысындай қосып қойдым деп алдына қоя салады. Әкесі аң-таң, әлі де сеніңкіремей отыр. Баласының шынымен картаны түп-түзу құрастырғанын көріп баласынан, сен оны қалай тез, түзу құрастыра алдың? Деп сұрайды. Баласы карта тұрған беттің артқы бетінде түгел бетті алып тұрған адамның суреті бар екен. Сол адамды түзегенде дүние өзінен өзі түзелді деп жауап беріпті. Міне өмірде де осылай. Жер бетінде адамзат түзелсе, барлық мәселе, дау-дамай, соғыс, ұрлық, қылмыс, ауаның ластануы мәселелер шешіледі. Осы әлемді не жұмаққа, не тозаққа айналдыру адамзаттың қолында. Демек, бірінші кезекте бүкіл ел жеке адамнан бастап, бүкіл қоғамды түзеуге басымдық беруі керек. Сонда ғана өзіміз үшін де, келер ұрпақ үшін де қауіпсіз және бейбіт бір әлем қалыптастыра аламыз. Бұл барлығымызға бірдей жауапты іс.